Қайырлы күн, әріптес, сіздермен ұстаз KZ. Бүгін біз сіздермен математика және ағылшын тілі пәніне дайын интербелсенді тапсырмаларға арналған сайтпен танысамыз. Ол үшін Google-ға EKT Games деп жазамыз. Келесі бізде осы бірінші сілтемені басып кіреміз. Келесі бетте бізде осындай тапсырмалар тұрады. Біріншісі математикаға, екіншісі ағылшын тіліне арналған тапсырмалар. Бұл тапсырмаларды сіздер бастауыш мектеп сынып оқушыларына ұсына аласыздар. Математикалық бетте қарап отырсаңыздар, мінекей көп тапсырмалар түрі бар. Сандарды өсу ретімен жазу, сандарды дұрыс орналастыру және де сандарды санаймыз атты түрлі тапсырмаларды балаларға ұсына аласыздар. Біреуін ашып көрсетейін. Мысалы, мынау біреусін ашайық. Келесі бізде осындай бет шығады. Бұл жерде ойын ашылып жатыр төбеде, ал астында қара болып тұрған ол описаниясы болып табылады. Осы нұсқаулыққа қарай отырып, сіздер ойынды ойната аласыздар, немесе өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ойынды құрастырып ойнатсаңыздар болады. Мысалы, мына жерде әртүрлі балалардың атын жазып, оларға тапсырманы орындағанына қарай балл беріп отырсаңыздар болады. Немесе өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты құрастыра аласыздар. Келесі ойын түрін ашып көрсетейін тағы да бір рет. Келесі тағы бір тапсырманы ашып көрсетейін. Ол бізде саңырауқұлақтарды орын-орнына орналастыру. Бұл жерде описаниясына қарап отырып, сіздер оқушылармен таныстыра аласыздар. Мысалы, 1 мен 5, 5 мен 9 және де 10 мен 20 аралығындағы сандарды орын-орнына орналастыру болып табылады. Мысалы, біреуін ашып көрсетейін. Осы жерде 1, 2 және де 3, 4, 5 сандар тұр. Осыны оқушылар өз ретімен орналастыруы керек. Жауап дұрыс болса, келесі бетке өтеді, ал жауап дұрыс болмаса, басынан жұмыс жасайды. Бұл тапсырма түрлерін сіздер интербелсенді тақта арқылы оқушыларға көрсете аласыздар. Көбінесе сергіту сәті ретінде ойнатылады және де жаңа тақырыпты ашу мақсатында көрсетсеңіздер болады.
Келесі тағы бір ойынды ашып көрсетейін. Бұл жерде жаңғақты сандар деп аталады. Описаниясы қара жәшікте тұр. Бұл ойынның негізгі мақсаты балалардың көбейту кестесін жаттап жүрген балаларға көмектеседі. Көбейту кестесін жаттап жүрген бастауыш сынып оқушыларына арналған тапсырмалар. Біреуін ашып көрсетейін. Мысалы, екілік. 2, 2-ден келесі 2-ні 2-ге көбейткенде 4 болады. Осы жерден табу керек. Одан кейін 4 жердегі 2 8. Осылай балаларды ары қарай ойнатып, оқуға деген құлшынысын осындай қызықты ойынмен ашып отырсаңыздар болады. Келесі бетте тура осындай ағылшын тілі пәніне арналған, бастауыш сыныпқа арналған түрлі тапсырмалар бар. Ішіне кіріп, түрлі тапсырмаларды балаларға ұсынсаңыздар болады. Осы жерде ойын тұрады көк жәшікте, ал жанындағы жәшікті описаниясы тұрады. Соған қарай оқып, балаларға ұсына аласыздар. Менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, және де менің каналыма тіркеліп кетіңіздер.